жауапты ер азаматтармен бірге иық тіресе қадағалап, құқық бұзушылықтарды алдын алып, оның жолын кесу үшін аянбай еңбек етіп жүрген құқық қорғау саласындағы нәзік жандыларында аз емес. Армағайын, эфирде сақшымен сырласу. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы сүйікті жар, жанұясының ұйытқысына айналған көп балалы ана, Атырау облысы полиция департаменті елдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция майоры Раиса Зейнелғабиденқызы Айтжанова. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Қош көрдік, рахмет. Құқық қорғау органында қызмет етіп жүргеніңізге 10 жылдан асып жығылған. 10 жыл аз уақыт емес. Осы жылдар аралығында жинаған тәжірибелеріңізбен бөліссеңіз. Рахмет, енді мынау 10 жылдан астам уақыт өтіп кеткен екен, былай қарағанда күні кеше болған сияқты. Енді өзімнің жеке тәжірибеме келер болсақ, жалпы енді қоғамға адам ретінде қалыптасуыма, адамның енді өзінің жеке басынан кешкен іс-шаралары, солардың барлығы тәжірибеге саналады. Адамның тәжірибесі артқан сайын жеңісі де астам болады деп есептеймін. Енді бұның барлығы жақсы салада жұмыс жасап жүргенімнің арқасы деп есептеймін. Басшыларымыздың қолдауымен енді осы өмірге адам ретінде, тұлға ретінде қалыптасуыма, қоғамның да осы жұмыс барысында кездесіп жатқан, жаңа айттық қой енді, іс-шаралар барлығы әсерін тигізді деп есептеймін. Қаупі басы мамандықтың қазанында қайнау кез келген адамның қолынан келе бермейді. Полиция қызметіне қалай келдіңіз? Енді оны айтып кетер болсақ, өзім кішкентай кезімнен бастап әкемді көріп, әкемді алдыма үлгі тұтып, үнемі әкемде осы сол саладан, ішкі істер органдарынан зейнеткерлікке шыққан болатын. Сол мен өзім кішкентай кезімде сол кісінің жүріс-тұрысына, киім киісіне әрдайым қызығатынмын. Өскенде мен сондай полиция қызметкері болам деп сөйтіп армандап айтушымын. Сол бірден бір сол себеп содан деп ойлаймын. Енді әкемді әрдайым үлгі тұтып, сол кісінің киімдерін киіп ойнап жүрдім де үйде кішкентай кезімде. Бас киімін киіп алып. Енді сол әкемнің жолын жалғастырып, сол салаға арманыма жетіп жатырмын деп есептеймін. Жауабыңызға көп рахмет. Жалпы әкеңіз ішкі істер органдарында қай салада қызмет атқарған еді? Әкем осы 20 жылға жақын тергеу саласында жұмыс атқарып, зейнеткерлікке шыққан болатын абыроймен. Сол қазір енді зейнеткерлікте немерелерін, шөберелерін балабақшаға, мектепке апарып, қазір уақытта үйде демалыста. Қызметте өз ісіңіздің маман екені көпке аян. Ал отбасындағы ана, қарындас, біріне әпке Раиса туралы айтсаңыз. Рахмет, енді үйдің тіршіліктеріне белсене араласамын. Енді балалы үй болған соң, енді бұл жерде ананың рөлі бөлек қой. Ал енді қарындас ретінде айтар болсақ, менің өзіміз бір құрсақтан тараған 4 ағайындымыз, алдымда 3 ағам бар, ең кенжесімін, мен жалғыз қызбын отбасындағы. Енді үлкен қызым бана айтып кеттім ғой, спорт балам екеуі спорт саласында деп, дзюдодан көптеген екеуінің жетістіктері бар. Бұйыртса енді осы жолы балам кандидат мастер спортаға жарысқа кеткен, соны енді жеңіспен күтіп отырмыз енді үйде. Тамаша. Жалпы келесі сұрағымды қойсам, қай мамандықтың болмасын өзіндік қиындықтары мен қызықтары болады. Ал құқық қорғау саласында қызмет ететіндердің жауапкершілігі мен артықшылығы өзгеше екені өзіңізге белгілі. Болашақта ұл қыздарыңыз осы құқық қорғау саласында қызмет етемін десе, сіз не айтар едіңіз? Әрине, мен енді ол саланы өзім жақсы көремін де, балаларыма да олар сондай полиция қызметкері боламыз десе, әрдайым да біздер құптаймыз. Енді өзімнің балам да сол дзюдо саласына қатысып жүр деп айтқаным, өскенде олда да сол ішкі істер органдарының қызметі болып, соған өзінің үлесін қосқысы келеді. Енді оны алдағы уақытта көре жатармыз. Сізден бос уақытыңызды сұрасам, балалармен уақыт өткіземін деуіңіз мүмкін, алайда шынайы Раисаның жаны неге жақын? Жалпы бос уақытымды біздер енді отбасымызбен, достарымызбен табиғат аясында серуендегенді ұнатамыз. Жиі шығып жиналып тұрамыз.
Енді ол бір жағынан балаларымыздың банағы бірімен бірі араласып, жақсы тіл табысып кетуіне себепші деп есептеймін. Жауабыңызға рахмет, керемет. Жалпы өмірде көп нәрсе тәжірибемен келеді. Сол арқылы ой түйесіз, шешім қабылдайсыз. Жалпы осы зорлық-зомбылықтан жәбір көрген әйел адамдарға ақыл кеңес айтып, қолдау көрсеткен кездеріңіз болды ма? Иә, енді қазіргі уақытта енді көбіне көп отбасы тұрмыстық қарым-қатынас саласында болып жататын хабарламалар, жанұялық жанжалдар бойынша жеке ұялы телефоныма да соғып хабарласып, WhatsApp желісі арқылы да кеңес алып жататын әйел азаматшалар аз емес. Біздер енді сұрағына байланысты кез келген көмегімізді аямаймыз, барымызша. Мысалы, кейбір әйел азаматшалардың баратын жері болмай жатып, қолдау көрсетіп, жіберіңізші деп өтініштер түсіп жатады. Ондай кезде біздер банағы тиісті органдарға хабарласып, әйелдерді, зәбір көрген әйелдерді орналастыру орталығы бар, дағдарыс сол жаққа жіберіп жатамыз. Ол жерден әлеуметтік, заңгерлік, медициналық, құқықтық көмектер көрсетіліп жатады. Өзімізде былай кеңес айтып, қалай болғанда, қалай дұрыс жағын айтып, сұхбаттасып жатамыз. Әйел ретінде өзіміз банағы басу айтып жатамыз. Енді біздің салада жалпы отбасын ажырастыру емес, балалар болғасын ортада отбасын сақтап қалу мақсатында енді кеңестерімізді беріп жатамыз. Тұшымды жауабыңызға рахмет. Бағдарлама соңында өзіңіздің әріптестеріңізге жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Енді сұхбатқа шақырып жатқандарыңызға көп рахмет айтам. Енді әріптестеріме айтатын лебізімді енді жұмыстарыңыздың жемісін көре беріңіздер. Енді оңай емес, полиция қызметкері болып жұмыс атқару. Полицияның имиджі өсе берсін. Қарагөз қыздарымыз отбасында, тұрмыста, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болмасын. Әйел заты бақытты, әйелдердің барлығы бақытты болып, егеменді Қазақстанда тату-тәтті өмір сүре берейік. Раиса Зейнелғабиденқызы, салиқалы сұхбатыңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі эфир өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.